Ұялы телефондар жаңарған сайын оның зияны да арта береді. Өйткені қазіргі қалта телефондарының атқаратын қызметі де көбейіп жатыр. Интернетке қосыласыз, сурет, видеоға түсіріп шағын кинокамера ретінде де пайдалануға болады. Яғни үнемі құлағыңыздан алыстағанмен қолыңыздан түспейді. Ұялы телефонның зияны туралы тілшіміз тарқатып айтады. Ұялы телефонмен сөйлесу барысында бөлінетін электромагниттік радио толқындарға мән беріп жатқан ешкім жоқ. Мәселенің барлығы осында. Өйткені қолыңыздағы құралдың кесірінен глиома, нейроглиома, невриома сынды аурулар пайда болады. Және олардың асқыну жағдайы өте белсенді. Салдарынан қауіпті ісік ауруына шалдығады. Бұл мәселе қазір әлем ғалымдарының назарында. Тіпті арнайы жобаларға қомақты қаржы бөлінуде. Бұл бағытта отандық ғалымдар да зерттеу жүргізуде. Ұялы телефоннан келетін зиянның бар екенін жоққа шығармайды. Есть такая организация ВОЗ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен халықаралық қауіпті ісік аурулары институтының бірігіп жасаған 10 жылдық зерттеуі ұялы телефондарды 2Б тобына жатқызады. Яғни канцерогенді болуы мүмкін. Бұл онкологиялық аурулардың индукциясы мен дамуының ықтималдығын көрсетеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының баяндамасында ұялы телефондар адам миында нейроглиоманың пайда болуына себеп болатыны айтылды. Жалпы зияндығы мынау біз құлаққа тақап тұрып сөйлейміз. Сондықтан антенна бірден адамның миына әсер етеді. Стресс деген бар қазір. Сол үндемей-ақ, біреуді ешкімнен сөзді естімей-ақ та сол стрессті, сол электромагнит толқындардан әлінде айтып кеткенде, ол біздің организмде болып жатқан химиялық процестерге әсер етеді. Ұялы телефон әсіресе кішкентай балаларға қатты әсер етеді екен. Егер түнде баланың қасында телефоныңыз қалып қойса, онда сәбидің ұйқысы тыныш болмайды. Шетелдік ғалымдардың айтуы бойынша, құлақтың түбіндегі ұялы телефоннан бөлінетін радио толқындар 2 сантиметрге дейін адамның бет бұлшықеттері мен бас сүйектеріне таралып жылу бөледі. Ол жылу ДНК клеткаларының құрамының өзгеруіне, адамның денсаулығында түрлі аурулардың пайда болуына себеп болады. Бірақ соған қарамастан, біздің бір күнімізде бұл ұялы телефонсыз өтпейді. Алайда оның зиянын біле тұра өзіміз пайдалансақ та, оны білмейтін балаларымызды бұдан сақтағанымыз абзал. Зарина Бүйенбай, Қазақстан ұлттық арнасы.